Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Мен сіздерге сразу айтқым келіп тұр. Мен Шымкент қаласынамын қазір. Мен күшті бір кондитерлік магазин айтқым келіп тұр. Мен өзім досымның келіншегі ашқан. Бұл жерде торттар, тәттілер өте керемет, өзім жегем. Мынау осы магазин. Адресі негізі мына жерде City Mall. City Mall'дан былай келесі разворот алып кірсеңіздер болады. Адрес ЖК Capital City, Бәйдібек би 127-7, 9-шы блок. Қазір сіздерге обзор көрсететін болам. Көріңіздер, мінекей. Осылай дастархан керемет дайындап қойыпты. Досыма рахмет үлкен. Бұл жерде қазір көрсетейін, мынау Наполеон шоколадный. Мына жерде сникерс бар. Оны кесіп көрейікші, қандай шық. Енді қазір осыны жек көрейік. Дәмді керемет прям. Мен өзім тәттерді жақсы көремін да. Былай дейінші, менің атымнан келетін болсаңыздар, сіздерге 10% скидка болсын. Ғалымжанның атынан келдім десеңіздер, сіздерге скидка істеп береді. Қазір тағы да видео салам, көріңіздер. Жаңа жылдың қарсаңында адамдардың көңіл күйін құрту, бұзу қылмыспен тең сияқты меніңше. Әтсең ашып айта алмаймын не болғанын, бірақ я очень зла. Я очень недовольна. Меня бесит, что некоторые люди, как бы это банально ни звучало, иногда принимают твою доброту за слабость. Ал ағайындар бізде зат артып жатыр Астанаға қарай. Қазір кешке Астана шығып кетеді. Келе жатыр өзі. В общем, процесс осындай, жұмыс осылай жүреді. Осындай жерде жұмыс істеген мен бұрын. Рокламен арғылай апарып қояды ғой, короче. Мына іші, прицептің іші ұзындығы примерно біраз бар. Айтайын десем, өткендегідей болып қалады. Туған күнім еді ғой менің, жұмысқа сақ қойды ғой олар әкеп. Тоже тойлаймыз ба? Болды, әкет онда. Не алды? Бұларды әкет. Ойбай. Реклама істеп қабадыр. Жұмысқа саудау балдар. Таза, кенет еңбектің балдары ғой, таза. Таза міне, тағзат кеп адыр ғой, неқе. Мен қайтам ау, брат. Туған тойламай қойық. Қайттым шеш.